Қазақстанның жүрегінде жатқан талай ауылдардың тағдыры әртүрлі. Бірі дамып, бірі жаңарып жатса, бірі күн сайын қаңырап бос қалуда. Бүгін біз сондай ауылдардың бірі Мирныға жол тарттық. Аты бейбіт, бірақ өмір шындығы ше. Здравствуйте. Классный огородик у вас. Мы с Алматы, журналисты, приехали к вам снимать. Как вы же здесь живете? Смотрели несколько видео. Что-то очень печально у вас в поселке. Печально, конечно, у нас с водой очень печально. Воды нету. Вода вот дают с Балхаша, а питьевая, то она есть, то ее нет, то у нас машина ломается, то у нас вообще обещают нам вот бесплатную воду. А у вас водовоз, да? Водовоз, да, возит водовоз. И вот покупаем, приходится покупать 4000 тонн воду нам. Вот только вчера собрание было, позавчера, по-моему, вчера. Обещают нам, все обещают, и только Обещают обещают. что именно? Воду нам Ну, как обещают, это что будет провести? водовоз возить, нам бесплатную воду. Вот осталось только документы подписать, вот только то осталось. И, в общем, постоянно у нас вот такие отмазки. Это сколько лет уже так? Ой, с водой у нас проблема уже больше 20 лет. Вот как водовод разобрали, это было. И вот у нас с водой вот так. То вроде наладится, то опять плохо, то наладится. Что-то вот какую-то постоянно как-нибудь сделать. Ну, например, мы были вот в Аксюеке, знаете, да, поселок Аксюек? Да, там, видите, там вода, там свой источник, там есть рядом. А у нас сделали вот эту с Балхаша сеть, а Так поставили в таком месте насос в болото, где не открытое озеро, а болото, заливчик. Вот он пересыхает, высыхает, вот это вот тина забивает наши все вот эти вот мембраны, все. И вот у нас только для полива вот. Так, ну еще там отстаиваем, она идет грязная, нечистая вода. Ваш внук? Да, Как дела? Правнук ваш? Как дела? Как дела? Ему интересно. Как зовут? Как зовут? Как зовут? Даниэль? Молодец. Да. Конечно, Вы хочется. давно здесь живете? О, я давно живу. Здесь родились, да? Не здесь родилась, но 64-го года я здесь живу. У кого есть возможность, те уезжают. У кого нет возможности, те сидят. Вот у кого не за что выезжать. Вот мы, как мы вот. Сидим. А вас что держит в этом поселке? Но тоже не за что ехать. Тоже пока детей подняли, пока внуков, теперь вот правнуки пошли. И вот чтобы куда-то уехать сейчас, цены-то какие на все, на жилье, на все, таких денег нет. Ваши дети тоже здесь живут или? Нет, дети поразъехались. Разъехались, да? Это мы только вот старики в основном. Тут старики. Достар, мына менің артында тұрған үйде 12 пәтер болған. Қазір бұл үйде бірақ отбасы тұрады. Ол ана кісі, Наталья деген кісі. Осындай үйлердің 64-і болған екен ауылда. Ал адамдар тұрады деген, жаңағы Наталья сынды кісілер бір осы жалғыз отбасы болып тұратын, осындай 4 үй бар екен. Сол кісілерді де басқаларында тауып, көріп, сұхбаттасып көруге боламыз. Негізі бірден білінеді. Мына үйдің, мысалы, мына жерлері быт-шыт біткен ғой. Ал тұратын жері андай кішкентай әдемі қылып, өздері қоршап алған жер болып көрінеді, оны бірден білуге болады осы жерде тұратын. Ал мына үйлер, 4 қабатты үйлерде мүлдем ешкім тұрмайды екен. Осындай 2 қабаттыларында әйтеуір адамдар күнін көріп, өмірін жалғастырып жатыр. Қазір біз осының ішіне кіріп, іші қандай екенін көрейік. О-май. Ана кісі ана жақтан келіп жатыр. Мына жерде тұрған екен адам. Қоп тұр екен, мына жерден көрейік.
Этот вид уже вас не волнует, Ой, не да? волнует, нет, нормально уже нас. Мы уже сколько лет тут живем, уже все вот этот вид уже как-то до такой степени вот у меня вид. Я вот Классно у вас. Огородик такой приятный. вот Уютный. любители, нас тут человек 5 таких любителей на весь поселок. Можно, да, посмотреть, зайти отсюда? Пойдем. Но это не наша квартира, мы тут не можем. А здесь вот, это мы живем здесь вот. А, это ваша квартира, Это да? наша квартира. А здесь соседи? Здесь это тоже наша квартира. А, это тоже ваша? Да. Но тут у нас вода, видите? Вот все вода у нас тут. Вы так набираете и... Вот набираем Живете. и храним. Вот стараемся тонну брать. Вот дрова у нас. Там наверху разобранные все квартиры. А у вас газа нету, да, здесь? Нет, мы покупаем, привозят газ. Вот оно, вот это. Вот. А там на втором этаже? Да можете пройти. Можно, да, Иди пройти? сюда. А то сейчас закрою. Қыстық жаңағы осымен жаңағы қыста. Вы же зимой топите, да? Да, да, да. Вот еще хорошо, у нас тут угольные карьеры выручают. Уголь немножко дешевле, чем там дальше. А здесь они открыты, можно, да, зайти? Открыто, да. Там все, тут еще полы есть, вот уехали хозяева, оставили, вот присматриваем, тут еще полы есть, но все делаем. Ё-моё. Это двухкомнатная квартира, да? Да, двухкомнатная квартира. Тут все двухкомнатные. Все двухкомнатные, да. Все в таком состоянии, да? Или там хуже, том подъезд? Срывает все, увозят с собой. Кто вот уезжает? А, можно зайти? Конечно, конечно. Не опасно, да? Нет, опасно, осторожно. Ты куда пошел? Ё-моё. Вот все вот так вот и разбирают, снимают косяки, снимают. Все, полы снимают, окна те оставляют, чтобы это самое не мокро. А остальное все вот так вот, почти все дома вот в таком состоянии, которые брошенные. А те четырехэтажные вообще хуже, да? Там вообще... Да, там то же самое. Пошли. Достар, міне осындай жағдайда үйлердің бәрі. Осындай 64 үй болған. Қазір солардың төртеуінде ғана осындай бір отбасы, екі отбасы болып күндерін көруде. Қалған пәтерлердің жағдайы осындай. Единственное, что то, что своя Квартира. свое жилье, крыша своя над головой. Здесь, Наталья, смотрите, никто не продает дом, не продается же, да, здесь, да? Знаете, очень дешево. Вот домики, вот там домики, которые и за 100 тысяч даже продают, за 200 тысяч. А нашу вообще вот за 100, за 200 не продашь. И у нас тут еще так, когда легализация была, нам неправильно сделали, мы-то не знали. Только сейчас вот выясняется, что нам этот кадастровый номер на все дома один дали. А такого не должно быть, на каждый дом должен кадастровый номер. Теперь мы не имеем права продать свою квартиру. Не имеем права никого прописать сюда. 11:30. 11:30, вот. Уже отключили, да, воду? Да, уже И отключили. сколько, во сколько дали? 10. 10 дали. 11:30, 1,5 часа? Да? Каждый день или... Не, 2 раза в неделю. А то если поломки есть, то Аптасына 2 рет ғана 1,5 сағаттан осылай вот су успел береді. набрать, успел, то все. Не успел, 1,5 не сағаттың успел. ішінде сен өзіңнің тіршілігіңе су алып үлгеру керексің. Болмаса, үлгермесең, получается, на следующей неделе будешь, 1 неделю будешь ждать, да, уже? Во вторник еще. Да. Ну, где-то почти неделю будешь ждать, да? Осылай, достар. Адамдар осылайды күн көріп жатыр біздің Қазақстанымызда. Ал ауылдарды көтеру, ауылдарды дамыту Поэтому деген әңгіме меніңше Набираем бочки, все набираем. мынандай немен сәйкеспейтін сияқты. Вот дома набираем, тут набираем. Стараемся набрать. Понял вас. Ну тогда дальше пошли посмотрим. Ну, конечно. Дядя Юрий, спасибо вам Ой, большое. ладно, давайте. Удачи вам. Счастливо Да. вам. Вы очень сильные люди. Так мы живем уже 52 Да нам года.
Все говорят, как вы там живете. Нормально живем. Не, мы вот очень тронуты, вы очень сильные люди. Единственное, вот то, что хорошо, еще у нас спокойный, мирный поселок. Все люди друг друга знают. Мы все помогаем друг другу. Не дай бог, что случится, все бегут на помощь. Вот это хорошо. у К нас тут. этому я вообще рад. Но все меньше и меньше становится людей. Ладно, до свидания. До свидания. Счастливо. Мирный кезінде шахта, өндіріс, совхозбен аты шыққан ауылдардың бірі еді. Онда мыңдаған адам өмір сүріп, еңбек еткен. Бүгінде олардың ізі ғана қалғандай. Сәлеметсіз, тәте. Дүкенде істейсіз ба, тәте? Сіздікі ма дүкеніңіз? Жоқ, біреу. Сіз сатушы болып істейсіз ба? Ауылда қанша адам бар, тәте? Қатардан 2 магазин тұр екен. Қазір одан аздау деп ойлайсыз ба? Ана күзетудің сырасында бол, осы магазинде адамдар көп қойшы. Сіз түсіңіз келмей жатырмын. 1-2 ауыз сөз айтпайсыз ба? Қазір ауылдағы Алтын деген магазин келдік. Бұл жерде аптекасы да бар екен. Просто мен бір таң қалатым да, ана кісіні көрсетші. Осындай ауылды жерлерге келесің. Мәселелерін көрсетуге тырысқың келеді. Жоқ. Мен мақтағаным емес, бірақ осы орыс ұлты немесе басқа бір ұлттар орыс тілділер шықса, бірден жаңағы қуана қарсы алып осы барлық жағдайын айтуға тырысады. Ал біздің қазақ тілділеріміз осылай қашатты тұрады. Жоқ, мен көрсетпе, бүйтпе, сөйтпе. Жоқ, мен ешнәрсе айтпаймын. Осы мен түсінікті, мен шынымен ұқпай қойдым. Қанша жерге барып жатырмыз, осылай қашады. Здравствуйте. Можно заходить? Как ваши дела? Здравствуйте. Мы журналисты с Алматы. Как у вас дела? Что-то вы вообще без настроения. Самая большая проблема — вода. Это вода, это уже 27 лет. 27 лет уже с 27 водой лет проблема. у нас с водой проблема. Одни обещания везде и ничего более. Умирающая деревня никому не нужна. Одни пенсионеры живут. Умирающая деревня никому не нужна. Одни пенсионеры живут. Вот. У кого деньги были, все уехали. А что у вас держит здесь? Ну как держат? Где-то ехать нужно жилье. Это раньше давали, сейчас же не дают. Вот и живут люди, кто не смог уехать. Районные акимы вот приезжают к вам? Ну, бывает, наверное, иногда. Мы своего-то не видим. Они вот, когда Мы вы задаете своего-то- вопрос по воде, что они говорят? Вот, Одни интересно. обещания. У нас одни обещания. Нам много чего обещают. И каждый аким все обещают. Но, увы. На нас только одни обещания. И никому мы не нужны. Они поговорили, в ладошки похлопали, уехали. Все. А мы так остаемся с нашими проблемами. Спасибо. Да, не Вас за как что. зовут? Меня Галина Юрьевна. Бізде. Это вам. Ой, От ну. меня, от нас. Чтобы чуть-чуть хоть настроение поднять. А это вот вам то, что вы выбрали от нас. Хоть чуток ваше настроение поднять. Ладно, удачи вам. Счастливо, спасибо. До свидания. Ага. До свидания. Сен қай жерде тұрасың? Ана жақта? Не, қанша жастасың? Мен ба? Иә. 9-да. 9-дасың ба? Осы жерде мектепте оқисың ба? Иә. Сабақ қалай? Сабақ жақсы. Ауыл ұнайды ма саған? Иә, ұнайды. Ұнайды ма? Келмей ма? Басқа жаққа барғың келмейді ма? Қалаға барғың келмейді ма? Су жоқ, ә? Су қиын ба? Жоқ, бар. Су. Нормально. Жоқ, бар дейді, нормально. Қыздар, осы жерде тұрасыңдар ма? Қай жерде тұрасыңдар? Жоқ, қай үйде? Мама, папа қайда? Папам
Осында ма кісі? Саламатсыз ба? Қаныңыз қалай? Журналистеріміз ғой Алматыдан. Бір-екі ауыз сөзге. Неге? Түспейміз. Қай жерде тұрасыз? Қай жерде тұрасыз? Не болды? Жоқ, вообще деймін да, қай үйлерде? Осындай көп қабатты үйде тұрасыз ба? Аха. Иә, сондай жерде. Жоқ, жағдайларыңызды білейік дегенбіз біз. Жаман ниетіміз жоқ. Көмектесейін деп едіңіз. Көмектесуге де тұрсамыз? Ой, olur. Алдында бір келіп кеткен түсіріп келер. Ана түсіріп тұрмайсыз? Жоқ, көрінбейсіз ғой сіз мына сеткадан. Сеткадан түсіріп. Ой. Жүрген жар адамдар Айттым ба? Осындай. Қазақтар түсіруге тырысасың ба? Түсірші бар басқасын. Мына жерге, мына көше Ленин көшесі екен. Аты әлі күнге дейін Ленин. Осы көшенің бойында жаңағы осындай 3 қабатты, 2 қабатты осындай үйлер орналасқан. Бірақ бас жағында ғана адамдар тұрады екен да. Бір семьядан, 2 семья максимум. Ал мынандай осылай бос тұр қалғандар. Қараңыз. Енді бұл авариялық жағдайда деп танылған ба, танылмаған ба, енді бұл беймәлім. Осындай мынандай КСРО уақытының эмблемаларымен, жаңағы қанатты сөздермен жазылған үйлер әлі күнге дейін осылай тұр. Енді бұл жерде үйлер тұрмайтын бірден білуге болады. Мысалы, үй адам тұратын үй. Ана көрініп тұр. Ал мына жерде адам тұрмайды. Қараңыз қандай жағдай. Ана жақта қаншама үй. Негізінде былай қалай айтсам болады. Неше миллион бізде адамдар үйсіз жүр. Ал осы Алматының 300 шақырым жерінде осындай бос қаңырап тұрған үйлер көп. Енді бұл жерде бір үлкен сұрақ туындайды. Бұл мемлекеттің жаңағы осы адамдарды осындай үйлерге бір жаңадан жасап беріп, істеп беріп, баулай алмауында ма, жоқ әлде бұл жерде шынымен де өмір сүруге болмайтындай жағдайда тұрған ауылдар ма? Сол түсініксіз. Жаңа кісілерді көрдіңіздер, өте еңсесі түсіп кеткен, былайша айтқан кезде соңғы күндерін көріп жүрген адамдар сияқты бұл отыр. Әркім әйтеуір бұл жер енді ауылда көбіне тек қарттар, солар тұрады екен, жастар мектеп бітіре сала кетеді дейді. Өте өкінішті. Біз жаңағы барып келіп жатқан Ақсүйек болсын, Калачи, Шалқия болсын, ол ауылдардың өтіп кеткен ауылға бұл жағдайы. Ол жерлерде адам ішетін, адамдарға адам өмір сүре алатын жағдай бар. Ол бірінші кезекте су. Ал бұл жерде ол да жоқ. Бірақ адамдар өмір сүріп жатыр. Аптасына 2 рет, 1,5-1 сағаттан су береді. Соған алтындай, бриллианттай қадірлеп сол суды ішіп, сол сумен өмір сүріп келе жатыр. 20 жылдан астам уақыт биліктегілер уәдесін беріп, әлі күнге дейін 20 жылдан астам уақыт бойы уәде беріп, әлі күнге дейін орындай алмай келе жатыр. Ал бұлай қарасақ, біздің заңнамаға қарасақ, олардың тікелей жұмысы осы жарықты өткізу, суды өткізу, адамдардың өмірін жақсарту, жаңағы осы негізгі міндеттердің бірі осы жарық пен су. Сол затты да, сол дүниені де жасай алмай жатқанына мен таң қаламын. Бұзылып жатыр бәрі. Бала-шаға жоқ. Халық үлкен кішілер тұрады енді. Үйреніп қалғандар. Жастарға бір андай ұмтылу жоқ. Су жоқ. Кезінде водовозбен әкеліп ішеді, ол кісіде қайтыс болып кетті. Қазір су жағынан вообще проблема. Вроде канализациялар бәрі бар, су жоқ. Ал ішетін суды қаяқтан аласыздар сонда? Сатып аламыз, алып келеді, водовозбен алып келеді. Қанша теңге тұрады? Бірақ сатып аласыздар, иә? Аха, сатып аламыз. Ал өкіметтегілер не деп жатыр? Ол жағынан енді білмейміз енді. Жоқ, енді бір нәрсе істеп береміз, осы мәселені шешіп береміз деген сөздер, әңгімелер болды ма? Аха, комиссия болады. Комиссия болды ма? Олар не дейді? Не деп жатыр? Не деп жатыр олар?
сумен қамтамасыз етеміз, бүйтеміз деп. Комиссия қайта. Жаңа ана жерде кісілер айтады да 20 жылдан бері солай сөз беріп келеді дейді. Енді сол болып тұр ғой. Көріп тұрсыздар ғой. Бәленбай үйлер тұр. Қаншама халық кезінде тұрған, СССР кезінде бәленбай халық тұрған. Қазір болса, мына постройкалардың бәрі кейбір адамдар тұрып жатыр, әлі күнге дейін тұрып жатыр. Қамтамасыз ешкім, акимат қайда қарап жатыр? Негізі Таразы облысына қарайды ғой. Біздің акимат. Мен өзім Таразының жігітімін. Қалада тұрамын. Негізі халықтар частный үйлерде бәрі тұрып жатыр. Суды сатып аласың. Бала-шағаға, негізіне бала-шағаны соғып қойды. Кім? Бір бала-шағаны көрдің ба? Бір жүгіріп ойнап жүрген. Ешкім жоқ. Өмір ғой енді. Өмір ғой енді. Әп-әдем ауыл етін ғой. Қазір ешкім жоқ. Здравствуйте. Иди на обед. Все. Есің кім бауыр? Юрий болады. Юрий? Юрий? Меня на камеру не снимайте. Тараздансың иә өзің? Иә, Тараздың. Снимайте. Тараздың жігітімін. Бұл жерде сен апаларың или кім тұрады? Апам қайтыс болып еді, сонымен жаназасын шығарып келетірмін. Арты қайырлы болсын. Рахмет. Арты қайырлы болсын. Сонда осы ауылға сен апаң үшін келіп жүретін едің, иә? Иә, басқа не істейсің енді? Олар үлкен кісілер. Жақсы ері. Аха. Арты қайырлы болсын тағы. Рахмет. Анау сүйіп кетті, ішке кел. Мирныйдың аты бейбіт. Бірақ бұл ауылдың тағдыры бейбіт емес сияқты. Ауылдағы азғантай тұрғындар үмітін үзбей отыр. Олардың елдің назарын аударуын, болашақта бір өзгеріс боларын күтуде. Достар, мына үйді жақында ғана адамдар босатқан сияқты. Өйткені мына көмірдің ізінен қарауға болады. Қазір енді кім иесі болса да кешірім сұраймыз алдын ала. Қазір кіріп көріп, жағдайын көрсек па деген ой келді ішіне. Мындай құлып жай іліп қойған. Біз қасы шығарды да осылай кетеміз. Ой. Ішке қарай. Ішке қарай ма? Сыртқа қарай сияқты. Ішке қарай екен. Мая. Осы үйде де адамдар тұрған, иә. Міне достар, бұл үйді жаңағы қажетті осы жердегі материалдарын сондайын алған сияқты. Өйткені көп үйлерді бұзылып кеткен себебі де осы. Адамдар сатады, ол сатып алған адамдар осылай бұл үйді тұру үшін емес, ішіндегі осындай қажетті материалдарын алуға алады екен. Міне пол жоқ, едені жоқ. Үйдің өзі де қирап жатыр. Мына жерде біреулер шөлмектер тұр. Міне көріңіздер, полдардағы бәрін, еденнің бәрін албаған ағаштарын осылай тастап кете береді. Отын қылады. Жалпы өздеріне пайдаланады дегендей мынандай еденін алады ғой адамдар. Енді қалай аштық, солай жауып кетеміз. Міне, осылай тұрған. Өте қиын, иә? Осылай біздің еліміздегі ауылдар осылайша өледі. Алдыңғы жолы естеріңізде болса, Шалқия жайлы түсірген болатынбыз. Шалқияда да осындай бір ауыл адамдары күте-күте, үміттене осылай толық бір ауылды босатып кеткен болатын. Бұл ауылдың да жағдайы соған келе жатқан сияқты. Адамдарды азғаған, жастарды қалмаған деуге болады. Қалғандарды сыртта жұмыс істейді деген сияқты. Міне достар, осылай уақыттың еншісіне қалып, осындай үйлер қирап жоқ болып кетеді, жермен жексен болып.
Тетя Наташ. Тетя Наташ. Тетя Наташ. Аяқ киімдерін бәрін қойып мысықтарды. Келе жатыр. Дядя, вот Данилу передайте, пожалуйста, от нас. Маленький, Данилу, маленькому. Да, вашему, да, Даниэлю. Будьте здоровы. Да. До свидания. Счастливо. Ой. Болды достар. Жалпы ауылда көргенімізді, жалпы осы жердің хал жағдайын сіздерге толық көрсете алдық деп ойлаймыз. Енді шыны керек, одан кейін бұндай материалдарды біз алмайтын да шығармыз. Өйткені мынандай көріністерді көріп, өте жүрегім қатты ауыратқан. Негізі осындай заманда қазір айға жаңағы адамдарды жіберіп жатқан кезде біздің Қазақстанда суға зар болып жатқаны өте өкінішті. Сондықтан да біз не дейміз, осы кісілер осында тұрып, сабыр етіп тұрып жатқан барлық адамдарға бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Соған сенеміз. Аман болыңыздар.